сәлеметсіз бе ата, қалыңыз қалай? Жақсы, аман есенмін айналайын. Ата, қазір мені Нұрай деп ойламаңыз, мені бір Алматыдан келген журналист деп ойлаңыз. Мақұл сен айналайын. Дұрыс. Енді сізге мен қазір сұрақтар дайындап келдім. Бірінші сұрағым. Сіз қай ауылда туылдыңыз? Мен Жамбыл облысы Лүгібай ауданы Құмарғы ауылында туылғанмын 1949 жылы. Енді екінші сұрағым. Екінші сұрақ. Сіз қанша жасыңыздан бастап еңбекке, малға, үйіңізде ат асырадыңыз ба? Қанша жасыңыздан бастап? Мен өзім 10-шы класты бітіргеннен кейін 66-шы жылды бітірдім. Содан кейін еңбек жолына шықтым. Сол семьялы болып 1970 жылы семья құрдым. Алланың берген күшіктері 6 балалы болдық. Жолдасымыз екеуміз содан 37 жыл өмір сүрдік. Одан кейін ол ауырып қайтып кетті. Содан қазір мен сол бір балам Астанада, бір балам Алматыда, бір балам ауылда, бір балам Жамбыл облысында. Сол балаларымды қыдырып, соларменен үйлеріне барып, соларымның кішкентай немерелеріммен 12 немерем бар. Немерелерімнің қасында болам, барлығында қыдырып жүремін. Ал сізде ат көп болды ма? Қанша ат асырадыңыз? Менде жылқылар болды, 20 шақты жылқы, 30 шақты сиыр, бір 200-300-дей қой баласы болды. Ал аттарыңыздың атын не деп қойдыңыз? Бір өзіңізге жақын ат болды ма? Сіздің айтқаныңызды тыңдап жүретін. Менің аттарымның атын Байшуар деген, сол жаңағы жылқым ішіндегі атым болды. Ол менің айтқанымды тыңдайтын. Ол өткені басқа адамдарда еш уақытта үйірін айдатпайтын. Жалғыз мен барғанда ол маған үйірін айдататын. Байшуар деп қойғам. Ал тағы да сіз айтып жатсыз ғой, 20 шақты атым болды. Солардың да аттары бар ма, или қоймадыңыз ба? Олардың аттарын қойған жоқпын. Олардың бәрін түрлерін айтып, пәленше осындай деп жүріп, аттары қойылған жоқ. Әшейін түрлері айтылды. Қазір айтып жатсыз ғой, Байтұмар деп па? Не деп? Байшуар деген айғырым. Байшуар деген айғырыңыз. Байшуақ деген сол атыңыз туылғаннан бері сіздің қасыңызда ма? Ол менің кішкентай тай кезінен бастап оны өзімнің қасында болды. Ол кейін оны жаңағы үйірге салып, одан сол жаңағы 20 жылқының барлығы содан көбейді. Сол ішінде болып, айғыр болып жүрді. Оны бәйгеге қостық. Бәйгеден ол жақсы жүлделері болды. Және оның жаңағы любой жерде Байшуар деп атын айтсам келіп деп кісінеп маған сөйтетін. Ол сондай хабар беретін. Басқа адамдарға еш уақытта жылқыны айдатпай, сол айдатпай жүргенде жылқымның біреулер айдап барамыз деп, оны мынау Канизовод жағында бір сайдың ішінде атып тастап, содан кейін айырылып қалды. Жылқылар болмай қалды содан кейін. Ата, енді сізге үшінші сұрағым. Қазіргі балалар мен бұрынғы балаларды қазір үшінші сұрақта салыстыратын боламыз. Қазіргі балалар көбінесе соткаға қарайды деп өздеріңіз айтасыздар. Сол соткаға қараған пайдалы ма, или пайдасыз ба? Айналайын, жақсы сұрақ қойдың. Ол соткаға қараған жақсы емес. Ол балалардың көзін ауыртады. Келешекте барлық көздері жақсы болмай қалады. Сол үшін бұрынғы балалар ондай жоқ болатын. Олар мынандай соткасы жоқ. Олардың көздерінің бәрі жақсы. Қазіргі балалардың барлығының көзі мына сотқа қарағаннан кейін 50-60% қазір жақсы көздері көрмейді. Олардың
Ал бұрынғы балалар сіз кішкентай кезіңізде сол сотка жоқ болған кезінде сіз немен далада ойнап, қандай ойын жақсы көрдіңіз, немен айналыстыңыз сол кішкентай кезіңізде? Менің енді кішкентай кезімде ойнайтыным мен көбінесе сол аттың үстінен 4 жасымнан бастап менің әкем атқа мінгізіп, өзінің қасына жетектеп алып жүрді. Атпен айланыстық. Одан кейін кішкене үлкейгеннен кейін мынау асық, ләңгі деген нәрсені ойнадық бізді. Ол ойынымыз сол мынау доп теуіп футбол ойнадық. Одан кейін оқуға барып, оқуға түсіп, оқудан кейін жаңағы ояқта да осындай нелермен болып атты мынау бір 10 жылдай болды, мінбей қалды. Әпсе өндір атқа мініп жүретінмін, жақсы болатын. Енді төртінші сұрағым. Сіз андай мектепте көбінесе әпкелерден қандай ұрыс еститінсіз, не үшін еститінсіз? Мен мектепте көп бұзық болған жоқпын. Әпкелерден, ағайлардың айтқанын тыңдайтынмын. Олардың айтқан сабақтарының бәрін тыңдап алып, ертесіне оқып, сол жауап беруге көбінесе мен математика сабақтарын жақсы білдім, физика. Соларды мұғалімдерімнің жақсы көргеннен кейін мұғалімдер де мені жақсы көрді. Мен көп бұзық болған жоқпын, жақсы болып оқыдым. Жақсы бітірдім 10-шы класста. 66 жылы бітірдім. Ал енді қандай пәнді өте жақсы 5-ке оқыдыңыз? Мен енді айтып отырмын ғой, жақсы пәнді болғанда мен математиканы жақсы оқыдым. Ол уақытта соның кейін есеп жолында мына геометрия, тригонометрия деген сабақтар болған, физика. Сол сабақтардан жақсы оқыдым. Тіл жағы енді әйтеуір ол орташа болды, жақсы. Одан жақсы оқыдым деген жоқ, бірақ мына есеп жағына жақсы оқыдым. Күшті. Енді ата-анаңыз қандай жұмыспен, қандай шаруашылықпен жұмыс істеді? Менің ата-анам, әке-шешемнің айланысқары, олар жастайынан мал шаруашылығында болып, кейін әкем жылқышы болды, шешем сол жылқыны сауып, мына халыққа қымыз беріп, халықтардың барлығын жаңағы қамтамасыз етті. Мені атқа мінгізіп қойып, сол қымыздарды мен магазиндерге, үлкен болатын ол кезде 12 жастарымда, мен соларды қымыздарды алып кеп магазиндерге өткізіп кететінмін. Сол халықтар оны уақытысында алып, ол уақытта 1 литр қымыз 10 тиын болатын. Біздің сол уақытымызда. Жақсы ол қымыздарының барлығын магазинге өткізіп, магазиннен ауылдағы халықтар оны алып, ішіп, рахаттанатын. Қандай жақсылық болатын ол кезде, жақсы болатын. Сіз қанша ағайындысыз? Мен 2 ағайындымыз. Ағамның аты Тоймұхаммед, 1943 жылы туылған. Қарындасым бар, Нүрия апану деген, ол 1955 жылғы, мен ортасындағы сол ағайындымыз, 3 ағайындымыз. Рахмет. Мектеп бітірген соң жоғарғы оқу орнында оқыдыңыз ба? Мен мектеп бітіргеннен кейін жоғарғы оқу орнынан оқыдым. Сөйтіп, мен мына ветеринарный оқып, мамандығым зоотехник болып жұмыс істедім. Ол жұмыс істеп болғаннан кейін, ол жұмыс неғаннан кейін мен Жамбыл облысы, Жамбыл районы Жасырген деген ауылда Қызылқайнар сельсоветінде сельсоветтің хатшысы болып жұмыс істедім. Жұмысымды содан бастағам. Менің айлығым аз болғаннан кейін, бала-шағам 4 балам болды. Содан кейін мен облыстық управлениеге барып, мен жолдама сұрадым. Жолдаманы маған Мойынқұм ауданына жолдама берді. Ояққа барып мен
жаңағы форум совхозында бір отделениесінде управляющий деген енді жетекші. Ол сода 2 жылдай жұмыс істедім. Ол жұмысты істеп болған кейін ол жұмыста көп жұмыс істей алмадым, өйткені ол жерде мал шаруашылығы маған қиындау болды. Сөйтіп жүріп, мен қайта оқуға түсіп, мына Жамбыл облысындағы Қаратау қаласындағы горный строительный бітіріп, содан мен сол форум совхозында Мойынқұм ауданында прораб болып жұмыс істедім. ПМК 45 деген мекемеде. Сіздің сүйікті тамағыңыз қандай? Менің сүйікті тамағым ет болатын, содан кейін мына өндір қымыз ішем. Қымызбанан сол сүйікті тамағым ет пен қымыз. Енді біздің осымен сұрақтарымыз аяқталды. Сізге рахмет көп. Саған да рахмет, менен осындай сұхбат алып, өстіп жүргенің айналайын, өмір жасың ұзақ болсын, бақытты бол, алдағы уақытта да еңбегің осы жақсылықтарың бола берсін. Бата берер әрқашан ата деген асыл жан. Ұзақ болып жасыңыз, 100-ге қадам басыңыз. Ата сізге тілерім, соға түссін жүрегің. 100-ге келіп марқайып отырыңыз, қылығына қуанып шөберенің. Шынайы жүздерменен, ең жақсы сөздерменен, жадырап күліп тұрған, жайнаған көздерменен, жолықсақ қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы.